Сәлем баршаңызға, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте тез 5 минутта дайын болатын қолжетімді заттармен жасалынатын, яғни құрамына сарыағаш қосылған мохитоның жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамнан алыстамай және де қазақша контентті қолдап, каналымның дамуына аз да болса өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай дәмді сусынымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен жуып тазартып алған лимонымыздың жарты бөлігін турап алатын боламыз. Содан соң графинімізге алдын ала қатар болған мұзымызды саламыз. Мінекей мұздарымыз дайын, салып алдық. Енді үстіне турап алған лимонымызды саламыз. Содан соң мен апельсин қосатын боламын. Құрамындағы заттарын өздеріңіздің қалауларыңызша өзгерте берсеңіздер болады. Бір бөлігін сәндік мақсатқа алып қалатын боламын. Және де осындай киви лаймның сиропын 50 мг құятын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Енді үстінен жалбыздарымызды саламыз. Және де салқын сарыағашымызды құятын боламыз. Сарыағаштың орнына спрайт немесе басқа да сусындар қоссаңыздар болады. Газы бар. Сол кезде сіздердің лимонадтарыңыз өте дәмді, керемет болып шығатын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 5 минутта осындай дәмді сусынымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, осындай ыстық күндерде отбасыңызды салқын сусынмен қуантсаңыз болады. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.